Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай керемет муравейниктердің рецептімен бөлісіп тұрмын. Тура осы рецептпен сіздер заказ қабылдап, өз бизнестеріңізді бастасаңыздар болады. Той жиындарға заказ қабылдап сатсаңыздар болады. Ең дәмді, ең күшті рецепт. Бізге қажетті заттар: 3 штук жұмыртқа, қант, ұн, сары май, сүт и чайный сода керек болады. Рецептін сіздерге описанияға жазып қалдырамын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап қанты ерігенше, осылай біркелкі болғанша араластырып аламыз. Содан кейін барып сүтімізді құямыз, еріген сары майымызды құямыз. Оны да жақсылап біркелкі болғанша осылай араластырып аламыз. Одан кейін 1 чайный ложка ас содамызды салып, ұнымызды салып, үстінен жайлап қамыр илеуді бастаймыз. Бізде бұл жерде 800-900 граммдай ұн кетеді. Барлығын бірдесінен салмаймыз, жайлап салып, 2-3 бөлікке бөліп, осылай қамыр илеп аламыз. Жақсылап ию қанғанша осылай әдемілеп илеп алыңыздар. Сөйтіп, прессометқа тындырып қойып, кішкене столға ұн жеріп, кішкене жайып аламыз. Қатты шұқай етіп жаймаймыз. Осылай қалыңдықта жайып аламыз да 4-5 бөлікке осылай бөліп аламыз пышақпен. Содан кейін барып, бұларды 4-5 сағатқа морозилкаға қатыруға қоямыз. Пакетке салып қойсаңыздар да болады, пакетке салмасаңыздар да болады. Қатқаннан кейін 4-5 сағаттың ішінде осылай бізде тас сияқты қату керек. Сол кезде легенге ұнымызды сеу жеріп, қатты жабысып еріп кетпеу үшін түйіркадан осылай түйірканың ең үлкен жағынан шығарып аламыз. Ұнға батыра отырып, осылай шығарып болғаннан кейін оны жақсылап електен шығарып аламыз ұндарын. Осылай разносымызға салып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 15-20 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Міне барлығын осылай пісіріп аламыз. Бұл жерде бір бөлігі, бұдан әлі тағын 2-3 бөлікте осылай пісіріп алғандарыңыз бәрін пісіріп аласыздар. Содан кейін барып ішіне құйылатын начинкасын дайындаймыз. 100 мг еріп тұрған сармайымызды салып, ішінен бір вареный сгущенка саламыз. Вареный сгущенка. Бұл жерде бір консервасын полный барлығын саласыздар, болмасам жетпей қалады. И 4 ас қасықтай мед саламыз. Бұл біздің муравейнигімізді дәмді, күшті қылады. Енді осыны газге қойып, барлығыны біркелкі болғанша араластырып аламыз. Газде тұрған кезінде бізде осындай карамельный болып шығады, дәмі күшті болып шығады. Енді дайын болған массамызды жаңағы пісіріп алған муравейнигіміздің қамырына қосып, құйып араластырамыз. Барлығын біркелкі болғанша осылай болады бізде. Жақсылап араластырыңыздар. Егер қасықтың көмегі жетпесе, қолдарыңызбен араластырып жіберсеңіздер де болады. Осындай стаканчикке суға батырып аламыз. Бұл бізде қазір ішіне салып, жақсылап пресстеп салып болғаннан кейін осылай түсіруі оңайлау болады. Ішіне сулап жіберсеңіздер, немесе жаңағы балдарыңыздың сүт ішетін бутылкасының крышкасына жасасаңыздар да болады. Стаканмен кішкене қиындау болады екен, бүйтіп шығаратын кезде ішіне шықпай жабысып қалып, негізі жақсылап сулап жіберіп, осылай салсаңыздар шығу оңайлау болады. Осылай барлығын жасап аламыз. Бізде бұл жерде 30 штуктан көптеу шығады. Осындай капсула қағаздарымызға әдемілеп сәндеп қойып, той жиындарға сатсаңыздар болады. Өздеріңіздің шығындарыңызды шығарып, осылай үйде қасына пирожныйлар қойып жіберіп, ассорти қылып шығарсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Дәмі де, өзі де. Үстіне осылай макпен сеуіп, сәндеп жібереміз. Әдемі көріну үшін 3-4 күнге дейін беймарал холодильникке қойып жесеңіздер болады. Дәмі өзгермейді ешқандай да. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Менің парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Көріп шықсаңыздар болады. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Сұлуқұмар.